зейнетақы жинақтарымды кезінде ана отбасы банкке аударғанда ендігі өз баспанам болар еді. Сәлем достар, менің атым Мақсат. Байланыста отбасы банкі және біздің артық сөзсіз айдарымыз. Өз зейнетақы жинақтарыңды отбасы банк арқылы қалай жаратуға болады? Алдымен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтына өту керек. Одан соң электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тіркелесің. Кейін ақшаның қайда жарататынды, яғни қажетті мақсатты таңдайсың. Мұндағы ең танымал мақсат отбасы банкіндегі депозитті толықтыру. 2021 жылдан бастап Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмасы бойынша барлық ел азаматтары зейнетақы қорындағы шектік сомадан асқан қаражатты отбасы банк арқылы қолдана алады. Ол үшін 3 қадам жасау керек. Алдымен зейнетақы қоры сайтынан жаратуға болатын соманы анықтап, empf-отбасы.kz платформасы арқылы өтінім бересің. Екіншісі, отбасы банк депозитін толықтыру батырмасын таңдап, яғни отбасы банктегі арнайы шот ашылады. Үшіншісі, шотыңа ақша түскен күннен бастап, оны кәдеге жаратуға 3 жыл уақыт беріледі. Өз уақытыңды зая кетірмей, empf-отбасы.kz платформасына кіріп, толық ақпаратпен таныс. Сіздермен бірге болған Мақсат, бұл біздің артық сөзсіз айдарымыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.